Бүгін біз 3 таңбалы санға көбейту алгоритмін өтетін боламыз. Сабақтың мақсаты 3 таңбалы сандарға көбейтуді орындап үйренесің. Бірінші тапсырма. Картаға қара дейді. Қазақстаннан ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енген нысандар картада белгіленген. Осы нысандардың бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол қазақ халқының өткен тарихынан ерекше ескерткіш. Міне мынау кестеге қарасақ, атауы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, орналасқан жері Түркістан қаласы, Түркістан облысы. Негізі қаланған уақыт 1396 мен 1399 жылдар аралығы. ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілген жыл 2003. Енді бізге нені табу керек? Бұл нысанның негізі қаланғаннан бастап ЮНЕСКО тізіміне енгенге дейін қанша уақыт өткенін анықта дейді. Ол үшін біз не істейміз? ЮНЕСКО-ның тізіміне енгізілген жыл 2003. 2003 жылдан қаланған уақытты алып тастаймыз. Қаланған уақыты 1396 жыл. 1396 жыл. Сонда 2003 жылдан 1903 жылдан 1396 жылды азайтамыз. 3-тен 6 алынбайды. 13-тен 6-ны аламыз. 7. Мұнда 9 қалды. 9-дан 9 аламын 0. Мұнда 9 қалды. 9-дан 3 аламын 6. Мұнда 0. 2-ның 1 ондығын бергенбіз. 1-ден 1-ді аламыз 0. Сонда 600 жыл өткен екен. ЮНЕСКО тізіміне енгенге дейін 607 жыл өткен екен. Ары қарай екінші тапсырма. Екінші тапсырма көбейтудің қалай орындалғандығын түсіндірейік. Бүгін біз сендермен көп таңбалы сандарды 3 таңбалы санға көбейту алгоритмін үйренеміз. 2217 санын бірлікке көбейтемін. Бірінші толымсыз көбейтіндіні 11085 саны шығады. 11000 бірінші толымсыз көбейтінді 11085 саны шығады. 5 пен көбейткен кезде. Екінші, оны разрядтардың астына жазамыз. Сандық ондық 0-ге тең. 0-ды кез келген санға көбейткен кезде 0 шығады. Екінші, ондықпен көбейтуіміз керек. 0-мен көбейтуіміз керек. Сондықтан 0-мен кез келген санды көбейткен кезде 0 шығады. Оны жазбаймыз. Енді біз жүздікпен көбейтеміз. 2217 санын көбейтемін. 2-ге көбейтеміз. 2217-ні енді 2 жүздікпен көбейтіп шығамыз. 4434 саны шығады. 4434 саны шығады. Оны разрядты қосылғыштардың астына жазамыз. Неге мына жерге бос орын қалдырып кетті? Өйткені біз 0-ге көбейткен жоқпыз. Сондықтан 0-ның астына 0-ды жазбаймыз. 0-дің орнын қалдырып кетеміз. Жүздікпен көбейткенде жүздіктің астына жазып шығамыз. Жауабы сонда 454.485 саны шығады екен. Енді қазір оны біз 3-ші тапсырманы орындаған кезде тағы да пысықтайтын боламыз. 3-ші тапсырма. 1235 санын 201 санына қалай көбейтемін? Қазір менімен бірге отырып көбейтесіңдер. 1235 санын алдымен бірлікпен көбейтіп шығамыз. Бір жердегі 5-ім 5 санның өзі шығады. Бір жердегі 3-ім 3, бір жердегі 2-ім 2, бір жердегі 1-ім 1. Бірінші толымсыз көбейткішпен көбейтіп шықтық. Енді екінші 0-ге көбейтуіміз керек. 0-ді кез келген санға көбейткенде 0-дің өзі шығады. Сондықтан 0-мен көбейтпейміз. Орнын мына жерге жазбаймыз, қалдырып кетеміз. Енді 2 жүздікпен көбейткен кезде жүздіктің астына басып жазамыз. Енді 2
1235 санын 2-ге көбейтіп шығамыз. Екі жердегі 5-ім 10. Жүздіктің астына жазамын оны. Бір ойда. Екі жердегі 3-ім 6. Ойдағы менен 7. Екі жердегі 2-ім 4. Екі жердегі 1-ім 2. Астын сызып қосамыз. 5-тің өзі түседі. 3-тің өзі түседі. 2-нің өзі түседі. 2-ге 0-ді қоссақ 2 болады. 7-ге 1-ді қоссам 8. 4-тің өзі түседі. Және 2-нің өзі түседі екен. Сонда 248.235 саны шықты. Келесі 52.061-ді 105 санына көбейтейік. Алдымен 5 бірлікпен көбейтіп шығамыз. 5 жердегі 1-ім 5. 5 жердегі 6-ым 30. 0 түседі. 3 ойда. 5 жердегі 2-ім 10. Ойдағы мен 13. 13-тің 3-і түсіп 1 ойда. 5 жердегі 5-ім 25. Ойдағы мен 26. Санның өзін жазамыз. Енді 0 мен көбейтпейміз, айттық. 1 мен көбейткен кезде жүздіктің астынан бастап жазамыз. Сонда 2 орын қалдырып кетеміз. 1 жерде 1-ім 1. 1 жердегі 6-ым 6. 1 жердегі 2-ім 2. 1 жердегі 5-ім 5. 5-тің өзі түседі. 0. 3-ге 1-ді қоссам 4. 6-ға 6-ны қоссам 12. 1 ойда. 2-ге 2-ні қоссам 4. Ойдағы мен 5. 5-тің өзі түседі. 552.405 саны шықты. Қалғанын өздерің орындайсыңдар осыған қарап. Келесі 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада берілген сандардан сызба бойынша өрнектер құр және олардың мәнін тап дейді. Міне, күлгін түске күлгін түстегі сандарды жаздық, сары түске сары түстердегі сандарды жазып өрнек құрдық. Бірінші амал енді. Алдымен өрнекті құрып аламыз. Одан кейін бірінші амал қандай не орындадық? Бірінші амал біз көбейтуді орындадық. Екінші амал екінші көбейтуді орындадық. Үшінші екі көбейтуден шыққан сандарды бір-біріне қосамыз. Бірінші амал баған түрінде шығарамыз. 3290-ды 409-ға көбейтеміз. 9 жердегі 0-ім 0, 9 жерде 9-ым 81, 8 ойда. 9 жерде 2-ім 18, 18-ге 8-ді қосамын, 26, 2 ойда. 9 жерде 3-ім 27, ойдағы мен 29-ның өзін жазамын. Енді 0 менен көбейтпейміз дедік, орнын қалдырып кетеміз. 4 жүздікпен көбейтеміз. 4 жердегі 0-ім 0, оны жүздіктің астына жазамыз. 4 жердегі 9-ым 36, 3 ойда. 4 жердегі 2-ім 8, ойдағы мен 11. 4 жердегі 3-ім 12. Так, 4, 8, 11, бір ойда болған. 3, 4, 12, ойдағы менен 13 екен. 0, 1, 6-ның өзі түседі. 9-ға 6-ны қоссам 15, бір ойда. 2-ге 1-ді қоссам 3, ойдағы менен 4, 3-тің өзін жазам 1. Екінші амал, екінші көбейткішті де солай көбейтеміз. Одан кейін бір-біріне шыққан санды қосамыз. Екінші өрнегіміз 6732, 205, 206-ға 4511-ді көбейтеміз. Одан кейін бар. Бірінші амал көбейтуді орындаймыз, екінші амал көбейтуді орындаймыз, үшінші амал бір-біріне қосамыз. Бұл тапсырманы да өздерің ары қарай көбейтіп шығарасыңдар. Келесі 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада мәтінді оқу өрнектердің нені білдіретінін түсіндір дейді. Мектеп жанындағы бақтан 4 тонна 590 килограмм алма және 3 тонна 660 килограмм алмұрт жиналды. Алма әрқайсына 15 килограммнан сиятын, ал алмұрт әрқайсына 12 килограммнан сиятын жәшіктерге салынды. Енді мәтінді пайдаланып есептер құрастыр, оны шығар. Мұнда астында өрнектер берілген. Бұл өрнектер нені білдіреді?
4 тонна 590 килограммды 15-ке бөліп нені тапты? Міне қысқаша берілген қараңдар. Алма 4 тонна 590 килограммнан әр қайсы 15 килограмм сиятын жәшіктерге салынды. Сонда 4 тонна 590 килограмм неше жәшік болды? Әр қайсы 15 килограммнан, бір жәшік 15 килограммнан салынса әр жәшікке, сонда 4 тонна 590 килограммды неше жәшікке салған? Соны тапқан, е? Екінші, алмұрт. Бұл 4 тонна 590 килограммды 15-ке бөліп, біз нені таптық? Алманың қанша жәшікке салғандығын таптық. Ал енді алмұрт 3 тонна 660 килограммды 12-ге бөліп нені тапқан? Екінші өрнекке қараңдар. Екінші өрнекте енді алмұрттың қанша жәшікке салғандығын тапқан. 3 тонна 660 килограммды әр қайсы 12 килограммнан, бір жәшікке 12 килограммнан сала отырып, 3 тонна 660 килограммды неше жәшікке салған? Соны таптық. Енді үшінші өрнекке қараймыз. Үшінші өрнек алдымен 4 тонна 590 килограммды 15-ке бөлген, 3 тонна 660 килограммды 12-ге бөлген, екеуін бір-біріне қосқан. Оны қосып нені таптық? Барлығы алма мен алмұрт неше жәшік болғандығын тапқан. Енді төртінші өрнекке қараймыз. Енді 4 тонна 590 килограмм 15 килограммды 15 килограммға бөліп, 3 тонна 660 килограммды 12-ге бөліп, алдымен алманың қанша жәшік екенін тапқан, алмұрттың неше жәшік болғандығын тапқан және бір-бірінен азайтқан. Ол кезде нені табамыз? Алма мен алмұрттың қайсысы көп екен? Неше жәшікке артық екендігін табамыз. Алма мен алмұрттың қанша жәшік екенін тауып, енді ол жәшіктерді бір-бірінен азайтқан кезде біз алма мен алмұрттың қайсысы қанша жәшікке артық екендігін табады екенбіз. Сонда бізде бұл 4 амалмен шығарылады екен. Екінші, келесі. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырма. Мына жерде 6. Алтыншы тапсырманың асы. Есептердің шешуін өрнек түрінде жаз, өрнектерді және олардың мәндерін салыстыр дейді. Алматы қаласында Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ғимараты мәдени ескерткіштер тізіміне енгізілді. Онда бірнеше музей орналасқан. Музей кассасында 40 мың билет болды. Оның 80 мыңы балаларға, ал қалғаны ересектерге арналған. Балалар билеті ересектер билетіне қарағанда неше есе кем? Не қысқаша берілген былай жазамыз. Болды 40 мың билет, балалар билеті 80 мың, 8 мың дана. Сонда балалар билеті ересектер билетіне қарағанда неше есе кем екен? Ол үшін не істейміз? 40 мың. Барлығы 40 мың билет болған. Содан балалар билетін алып тастайды екенбіз. Балалар билетін 8 мыңды алып тастаймыз. Ересектер билеті белгісіз. Мына жерде ересектер билеті. Ересектер билеті белгісіз дана. Мұнда болады. Неше есе кем? Балалар билеті ересектер билетіне қарағанда неше есе кем екенін табу үшін біз не істейміз дедік? Шешуі 40 мың билеттен, барлығы 40 мың билет болған. Бірінші амал 40 мың билеттен 8 мың билетті азайтамыз.
32 мың. Бұл 32 не? Ересектер билеті. Сонда балалар билеті 8 мың дана болса, ересектер билеті 32 мың дана. Енді балалар билетінің ересектер билетінен неше есе кем екенін табу үшін не істейміз екінші амал? 32, дұрыс айтасыңдар, 32 мыңды 8 мыңға бөлеміз. Өйткені 32 мың ересектер билеті, балалар билеті 8 мың. 4 жерде міне нольдарды қысқартамыз. 8 жерде 4-ім 32 екен. Сонда 4 есе кем екен. Ересектер билет, балалар билеті ересектер билетіне қарағанда 4 есе кем деп жазамыз. Келесі әсі. Музей қоймасында әлі қойылмаған 40 мың жәдігер бар. Оның 8 мыңы үлкен қораптарда, ал қалғаны кішкентай қораптарда сақталған. Кішкентай қораптар әр сөреге 100-ден қойылды. Қораптар неше сөреге қойылды? Қысқаша берілген барлығы 40 мың жәдігер болған. Үлкен қораптарға 8 мың жәдігер қойылды. Кішкентай қораптарда белгісіз қанша қойылғаны. Енді сол алдымен кішкентай қораптарды тауып аламыз. Ол үшін біз не істейміз? 40 мыңнан 8 мыңды азайтамыз. Сонда қалғаны кішкентай қораптарда екен. Ал енді кішкентай қораптардағы сол шыққан сан әр сөреге 100-ден қойылған. Сонда барлығы неше сөреге қойылған? Алдымен бірінші амал 40 мыңнан 8 мыңды аламыз. 40 мыңнан 8 мыңды алғанда бағана қанша болды? 32 мың болды. Енді 32 мыңды барлығы 32 мың кішкентай қораптар. Енді 100-ден сөрелерге қойған. Екінші амал не істейміз? 32 мыңды 100-ге бөлеміз. Сонда барлығы қанша сөреге, қораптар қанша сөреге қойылғандығын табады екенбіз. 7-ші тапсырма. Есепте дейді. Мына өрнектерді алдымен өрнекті жазамыз. Одан кейін амалдардың орындалу ретін анықтап, мынау тапсырманы орындаймыз. Бірінші, жақша орындалады бірінші амал. Екінші, сыртындағы бөлу орындалады. 964.800-ді жақшаның ішінен шыққан санға бөлеміз. Үшінші амал көбейтеміз. Одан кейін мына бөліндіден шыққан сан мен көбейтуден шыққан санды азайтамыз. Төртінші амал. Сонда 4 амалмен шығарылады. Барлық осы 7-ші тапсырмадағы мысалдарды баған түрінде осылай шығарамыз. Бірінші амал, екінші амал, үшінші амал және 4-ші амал. Келесі 8-ші тапсырма теңдеу. Теңдеудің біреусін шығарып көрсетейін. Бұл күрделі теңдеу, біз қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз алдымен. 9504 бөлеміз x тең 2304 бөлу 24 дейді. Алдымен қарапайым теңдеуге айналдырып алу үшін 9504 санын бөлу x деп жазамыз өзін. Енді 2304-ті 24-ке бөлген кезде қандай сан шығады? 96 шығады екен. Міне қарапайым теңдеуге айналды. Енді x-ті теңдіктің сол жағына шығарып аламыз. 9504 санын 96-ға бөлеміз. X тең 9504-ті 96-ға бөлген кезде 99 сан шығады екен. Енді тексерейік. Теңдеуіміз дұрыс шықты ма? 9504 санын 99-ға бөлген кезде 2304 санын
24-ке бөлдік. Сол кезде қандай сан шықты? 96 шықты, е? Енді 2304 санын 24-ке бөлсек, 96 санын шығады екен. 9504 санын 99-ға бөлген кезде 96 саны шығады. Сонда 96 тең 96 теңдігіміз тура шықты. Қалған теңдеуді осылай қарапайым теңдеуге айналдырып алып, өздерің шығарасыңдар. Келесі 9-шы тапсырма. 9-шы тапсырма. Егер текшелердің қабырғасының ұзындығы 2 см болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады? Бұны қалай шығарамыз? Қазір міне берілген фигуралар көлемі қанша болады дейді. Алдымен мына бар текшелерді санап шығамыз. Егер А тең 2 см, бір текше 2 см-ден дейді. Барлығы біз текшелерді санап шығамыз. Астыңғы қатарды 3, 3, 9, үстінде 3. Барлығы 21 текше бар екен. 21 текше бар. Барлығы 21 текше бар. Енді біз әр қайсысы кубын тауып алуымыз керек. Бір текшенің кубын тауып алуымыз керек. Бір текшенің кубын табу үшін ол бір текшеміз 2 сантиметрден. 2-нің кубын табамыз. 2-нің кубы бізде 8 сантиметр екен. Сонда бір текшеміз 8 сантиметрге тең. 8 сантиметр куб. Бір текшеміз көлемі, бір текшенің көлемі 8 сантиметр куб. Енді барлығы 21 текшенің, біз санап алдық, 21 текшенің көбейтеміз 8, 8-ге көбейтеміз. Барлығы қанша болады? 168 сантиметр куб. Сонда берілген фигураның көлемі 168 сантиметр куб екен. Енді екіншісін табайық. Екіншісі бізде 2 сантиметрден бізде қанша текше бар? Санап алайық. Барлығы бізде бірінші қатарда 3, 1, 2, 3, 4, мына жақта 3, 12, 12, 14, 15, 16 текше бар екен. 16 текше бар. Бұл да А-ның кубы, мына жерде 2 сантиметр, болды да 2 сантиметр. Әр текше тауып алуымыз керек. 2-нің кубы бізде 8 сантиметр. Бұл жерде де бір кішкентай текшенің көлемі 8 сантиметр куб екен. Енді 16-ны көбейтеміз 8 сантиметр кубқа барлығы болады. Көбейтеміз 6, 8, 48. 4 ойда. 8 жерде бірім 8. 12, 128 сантиметр куб. Екінші текшеміздің көлемі 128 сантиметр куб болады екен. Келесі 10-шы тапсырма. Халықаралық байланыс қоңырау үшін Болат 2820 теңге төлеуі тиіс болған. Болат 2 рет қоңырау шалып 5 минуттан сөйлесті. Телефонмен 1 минут сөйлесу құны қанша теңге тұратынын табуымыз керек. Барлығы төлеу керек 2820 теңге. Қоңырау шалды 2 реттен 5 минуттан сөйлескен. Алдымен не істейміз? 2-ге 5-ті көбейтіп аламыз. 10 минут болады. Сонда ол 10 минут 2820 теңге төледі. 1 минут сөйлесу құнын табу үшін біз не істейміз? 2820 теңгені 10 минут. 10-ға 2 рет 5 минуттан ол 10 минут сөйлесті. 10 минут сөйлескенге ол 2820 теңге төлесе, 1 минут сөйлескенде ол неше теңге төлегенін табу үшін біз 2820 теңгені 10-ға бөледі екенбіз. Алдымен
Бірінші амал 2-ні көбейтеміз. 5-ке 10, ол минут. 10 минутқа 2820 теңге төлеген, сонда 1 минутқа неше теңге төлеген табу үшін 2820-ны бөлеміз 10-ға. Сонда 282 теңге төлепті. 1 минут сөйлесу құны 282 теңге болады екен. Әсі. Арманның мобильді байланыс тарифінің ақысы 100 минутқа 100 минут сөйлесуге 1600 теңге. Ал Әлияның тарифінің ақысы 120 минут сөйлесуге 2160 теңге тұрады. Кімнің тарифі тиімді сонда? Әлиянікі ме, Армандікі ме? Арман 100 минутқа 1600 теңге төлейді. Әлия 120 минутқа 2160 теңге төлейді. Оны табу үшін алдымен 1 минутқа қанша төлейтін тауып алуымыз керек. Бірінші амал не істейміз? 1600-ді бөлеміз 100-ге. Екінші амал Әлия 2160 теңгені 120 минутқа төлейді. Барлығы қанша болады? Қайсыныкі тиімді? Арман 16 минут, 16 теңге, ал Әлия 18 теңге төлейді екен. Қайсыныкі тиімді сонда? Арманның сөйлесу құны тиімді екен. Өйткені ол 1 минутқа ол 16 теңге төлейді. Ал Әлия болса 1 минутқа 18 теңге төлейді. Сонда Арманның тарифі тиімді екен. Жақсы, 11-ші тапсырма, ол үйге оны қалай орындаймыз? Алдымен өрнекті жазып аламыз. Өрнекті жазып алғаннан кейін бірінші амал, мысалы, бірінші амал көбейтемін, екінші амал көбейтемін, шыққан сандарын үшінші азайтамын. Барлығын осындай орындап шығамыз. Так, мұнаны білеміз. Міне мұнда үшінші тапсырмада бірінші бөлеміз, екінші бөлеміз. Енді осы 1 мен 2-ден шыққан санды қосамыз, үшінші амал. Одан кейін барып, төртінші амал азайтамыз. Кейбір балалар шатыстырады, мына жерде бөледі, одан кейін мынаны азайтады. Алдымен қосу мен азайтудың қайсысы бірінші тұр, сол бірінші орындалады. Қосу амалы бірінші тұр, сондықтан алдымен қосамыз, одан кейін барып азайтамыз. Бұл тапсырма, үй тапсырмасы өздерің шығарасыңдар. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.